анамның көзі, ғаламның сыйлығындай әкемнің сөзі, хандардың бұйрығындай өмірде өзі, қадірін кейде ұғынбаймыз. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам мен әкем адал жан екен, адалдығыңнан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Бүгінгі тойды басқаратын ұлдарыңыз өте сұлу, өте келбетті, ақылына көрік сай жігіт. Міне, өзіне шығып келе жатыр. Бұл бала шапала құрмасаңыздар тұра береді осылай. Сөзің басы бісміллә сіз қылма дейді қазақта. Бісміллә деп бірінші сөз бастадық, бір болып асабадай нәрі қасқаның. Қолыма домбыр алып мен де келдім, ортада айтылады той бастарың. Аман ба халқым, аман ба, амандасып алған жөн болар мағанда. Ассалаумағалейкум қазақ елі, ақындар мен батырлардың жері, қасиетті алғанның төрі. Бүгінде мінеке кереметтей Есен әкеміздің шаңырағында үлкен той, тойдың сәні әнменен би төресі, елдің сәні харамен хан төресі. Бүгінде дүбірлетіп той жасап жатырған Есен атамыздың ұл қыздарының ардабесі мәртебесі деп бір шапала қошемет соқып қояйық. Тойға қош келдіңіздер. Ал енді рұқсат болса баршамыз орнымыздан тұрсақ, кереметтей біздің Есен атамыздың отбасын ерекше шапалақ қошеметпен қарсы алсақ. Ағайындар бар ма? Бір шулақ қояйық. Той құтты болсын. Ең үлкен сый жасаған мына сен едің. Анамдай асылды таңдап, қатайтып қанатымды өсірген едің. Келемін ізіңді жаурап, саған қарап құлының өсіп келеді. Әр сөзің мына маған қуат береді. Тауданда биік болған алып әкешім, өзіңдей болғым келеді. Әкешім бақытты өмір сүресің енді. Ата, ассалаумағалейкум. Туған күніңіз құтты болсын ата, Алла ұзақ ғұмыр берсін. Қартаймаңыз, әжемен бір жастықта ойнап, кереметтей арттарыңыздан ерген көштің, ұл қыздарыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз дейміз. Туған күні құтты болсын деп бір қол соқып қояйық ата. Ата, көңіл күйіңіз қалай? Отлично, молодец. О, күшті. Әже, көңіл күй жақсы ма? Жаным, жақсы болсын. Ұрысып шыққан жоқсыздар ғой әйтеуір, үйден? Балалар бәрі жақсы ма? Келіндер қайда? Жаным, молодцы өрем. Атаны бір құшақтап сүйіп қойыңыздар, балалар. Дұрыстап құшақтаса, жолдас балаң емес қой құрсын. Папа ғой, көтеріп қойыңыздар. Немере, Гүлгей жайна бажарың, таусылмасын базарың, әзілдері жарасқан бөлелермен бажаның. Тойың тойға ұласын. Әже, сіз 70-ке толғанда сүйеміз сізді. Маманы сүймейсіңдер ма құрсын? Бір түрлі қылып қойдыңдар ғой маманы. Ей бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ана, күндей жарық көздеріңіз ана, балдай тәтті сөздеріңіз ана. Атам мен әжем қай жерде отырады? Ахмет аға?
Бірінші столға ма? Жүріңіз көке. Ей жан. Ең үлкен сый жаса Ата кемпірдің қолынан ұста. Кемпірдің қолынан ұстап ал деймін да. Сөйт ата ей жан. Қол соқпайық атамыз мен үлкен сый жасаған мына сен едің анамдай асылды таңдап қатайтып қанатымды өсірген едің келемін ізіңді жалғап Қош келдіңіздер дейміз, төрлетіңіздер. Жайғасайық. Ал енді рұқсат болса, мына біздің кереметті Құрбанбаевтардың отбасында болып жатырған қуаныш тойдың ақ дастарханын ашу үшін Асабаның алласына Рахым атамызды шақырайын, және де біздің Есен атамыздың нағашы ағасы Әлмахан. Келіңіз. Рахым әкеміз бен Әлмахан әкемізді шақырайын. Жақсы бір бүгінгі қуаныш тойымыздың ақ дастарханын ашып берсе. Ассалаумағалейкум. Ей жан, Рахым атам мен Әлмахан атамды ешкім танымайды ау деймін. Қол соқпай отыр ғой что-то. Бір қол соқпайыңыздар, ақсақалдар, әулеттің үлкендері. Ал өздеріңіз жақсы бір бүгінгі қуаныш тойымыздың ақ батасымен, ақ тілегімен, ақ дастарханын ашып берсеңіздер дейміз. Кімнен бастаймыз? Пенсия кімде көп? Атамда? Құрметті ағайын туыстар, міне бүгін бәріміз басымыз қосылып, жиналып отырып, басы сүйек керек әнемет Есеннің 70 мерейтойына қош келдіңіздер. Тойымызды ашықты жарлаймын. Біреген тұздан менен тағына дәм тартып отыра беріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін мына жиеніміздің Есеннің 70 жастық тойын өткізуге келген екенбіз. Ол жиенімізге біріншіден денсаулық тілеймін. Өмірі ұзақ болсын, балалардың алдында бақытлы болып, ойнап күліп жүрсін. Ешқандай жамандық болмасын, әулиелер қолдасын сені. Осындай жақсы тойларды өткізе берейік. Сіздің әм денсаулығыңыз осындай неге туыры келе берсін. Ona келінге денсаулық тілейміз оларға да. Шап қалап жүріңдер. Балаларың бақытты болсын, немерелердің тойларын көріңіздер. Әрдайым осындай жақсы неде ұшырасып, ағайындарымен көрісіп отырайық. Алла нұр жаусын дейміз. Ақсақалдар қартаймаңыздар, тек той төрімізде ақ баталарыңыз беріп жүре беріңіздер дейміз. Есені әкеміздің отбасының атынан арнайы өздеріңізге шапан. Саған мен қақжайдым, жас жүрекке сен әкеп берген мынау, қадір деген көреген алмаймын барабағым, жүрегіңді келмейді жаралағым. Ал төрлетіңіздер ақсақалдар. Ей жандарым, қартаймаңыздар. Қол ұстасып менімен аралағын ақ қояным, осылай деп өзіңе ат қоямын, есіміңді Ей жаным ата. Сіздер отыра беріңіздер солда. Сіздерге рұқсат бүгін ата. Ей жаным. Анамыз кезінде бір директор болып істеген ау деймін. Бұғалтырдың бастығы болған ба? Қара сөмкін тастамайды просто. Ал Дарсақандағы арыс дейді, оны жеген дұрыс дейді, таяқ жерге тасталды. Біздің кереметті көптен күткен Есен атамыздың қуанышты туған күн кеші басталды дейміз. Астан дәм тұздан алып отырыңыздар, арнайы сіздердің құрметтеріңізге әсем әнмен бастайық. Алдарыңызда Иса ұлдарыңыз. Тойға қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, тойларыңыз құтты болсын. Жетегін еріп жалғанның қалаға жедел жетіп біз, артынан жүріп арманның ауылдан шығып кетіп біз. Арайын төгіп аспанын араласам дау жер-жерді, атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді. Арайын төгіп аспанын
араласам дау жер-жерді атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді қонатын көлдің бетіне түнгі аспанымда сағындым түнейтін соның шетінде құрдастарымда сағындым жусаны жұпар ауыл мен көшемнің шаңын сағындым ағайын туыс бауыр мен шешемнің шайын сағындым жусаны жұпар ауыл мен көшемнің шаңын сағындым ағайын туыс бауыр мен шешемнің шайын сағындым сағынды шын берген ақын айтқандай дауысын төлдің сағынды ауылдан көшсең көш керуен қалада өрде өсмейлі ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшмейді ауылдан көшсең көш керуен қалада өрде өсмейлі ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшмейді ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшмейді ой жарықтық ауылды сағынғандар қол соғып жатыр қол соғып қойыңыздар шіркін-ай қуаныш той құтты болсын дейміз ал енді рұқсат болса жалпы мынау Есен атамыздың қуанышты туған күн кешінде қандай туыс қай солда отқанын біліп алуға рұқсат етіңіздер. Жалпы айтқанда сізбен біз танысып алайық. Есен атамыздың ағайындар қай солда отыр екен? Бар екеміз көрсетіп бір шулақ қояйықшы күшті қылып, ағайындар! Төрде әжем аямай шапалақ соқты ма? Бүгін пенсия алған ау деймін әжем. Есен атамыздың қайын жұрты біздің Тілләш анамыздың бауырлары. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен, мен саған ғашық болып қиналдым. Есен атамыздың қайын жұртында настроение жоқ қой. Бәрі жақсы ма? Қайын жұрты! Ақ жүрегім ақ қарадағы, ақ қардағы ақпандағы. Есен атамыздың жалпы осы әулеттен қыз алысып қыз берісіп келе жатырған генерал құдағилар. Маралым менің маралым, сүйгенім сенсің мағалым, өртейді күн. Есен атамыздың нағашылары мен жиен бүлелері. Ақ гүлдер, көк гүлдер, бәріден гүлденер таңерде. Ешкім қалып қойған жоқ па? Бәрін айттым ау деймін, коллектив. Коллектив па сіздер? Кімнің коллективі? Ахмет ағам ба? Ахмет ағамның коллективі. Енді бұл кісілер түсінемін. Комбинат айлық берген жоқ әлі. Ей жандарым, қош келдіңіздер дейміз. Ал енді рұқсат болса, жалпы бүгінгі тойда ешкімнің атын атамаймыз, түрін сипаттамаймыз, жалпылап ортаға шақырамыз, кім қай жағынан келген болса, билеп шығуларыңызды сұраймыз дейміз. Азаманың Аллахына алғашқы жақсы бір тілектің кезеңі біздің Есен атамыздың ағайындарын шақырайын. Аға жеңгесі, апа жездесі, іні қарындас, келін, күйеу бала, жалпы айтқанда барша жалайлыларда. Дұрыс айттым ау деймін, ал келіңіздер. Ағайындар, билеп. Бауыр десе бір күн, бір
ана болса сыйласайық, ала болса арамыз суытылат. Байлықпенен дүние құнықтырат, байқамасаң онан көп бөлік шығат. Қу тірлікке құмартып қол боп кетсең, бірге туған бауырды ұмыттырат. Туысқандар, туысқандар, алыс кетіп араны суытпаңдар. Туысқандар, туысқандар, жақын жүріп жақынды ұмытпаңдар. Туысқандар, туысқандар, жылтыраған жалғанға қызықпаңдар. Жаурағанда жанымды жылытқандар. Ей жандар, болды. Ата шаршап қалмасын. Сіздерден кейін әлі шығатын кісілер бар. Жол көрсетсеңіздер. Рахым атамыздан бастаймыз ба? Аллах сақал өзіңізде. Құрметті інім Есен, 70 жас мерейтойың құтты болсын. Арысын алып денсаулық берсін. Немере шөбелерді ойнап күліп жасай беріңіз. Кеш жарық құрметті тойсүйер қауым. Мінекей бүгінгі кештің себепші мына бауырымыз Есен ағамыздың 70 жас мерейтойы екен. Тойыңыз, жаңа жасыңыз құтты болсын, мерейтойыңыз құтты болсын, әрқашан денсаулығыңыз мықты болып, ғұмырыңыз алыс болып, жеңшем екеуміз бір жаста қартайып, балдардың қызығын, немере шөберелердің қызығын көріп, ортамызда ойнап күліп жүре беріңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын бастысы. Той құтты болсын, той қаласын. Құрметті тойшыл қауым, бүгін міне менің бауырым Есеннің 70 жасы болып жатыр. Есенжан, денсаулығың өте күшті болсын. Бірінші байлығың денсаулығын айналайын. Осы денсаулықтың арқасында 70-тен 80-ге, 80-нен 90-ға шыға бер. Алла мына осындай құрметтеп 70 жасың істеп беріп жатқан балдарыңа, келіндеріңе, қыздарыңа мың алғыс. Айналайын, не деймін? Отбасыңда береке бірлік, ауызбіршілік, мейірім шапағат болсын. Келін екеуің қол ұстасып, бірге қартайып, бірге өмір сүріңдер. Той құтты болсын. Жанымды менің жаулаған қызылрауша. Ассаламағалейкум. Құрметті тойшыл қауым, мінекей бүгін Есеннің отбасына, Есеннің 70 жасына келіп отырсыздар. Есен, мына 70 жас мерекең тойың құтты болсын. Тіләш келін екеуің, балдарының, немерелерінің қызығын көріп жүре беріңдер. Мына жаңа бауырлар деп жатыр ғой. Мен де ұлы жүз болам, үйсін болам. Біз бәріміз бақтияр боласымыз. Бірақ менің және бір Есенге тағы бір жақын жерім бар. Мына оң жағы кісі Жалайырдың қызы. Сондықтан екі жақтым мен. Есенжан, мына 70 жасың құтты болсын. Ділмағамет Қонаевқа 70 жасында бір профессор мынандай деген екен. 70-тен желіп өт, 80-нен секіріп өт, 90-да тоқтама, 100-ге барасың, 100-ге барғасын көресің деген екен. Сондай-ақ Алланың берген жасын жасай бер. Төле биге мынандай сауал берді дейді. Бақ дегеніміз не, байлық дегеніміз не, бала дегеніміз не. Бақ ұзатылар қыз, байлық қолда ерейді мұз, бала артта қалар із, өмірдің ең жақсысы біз деген екен. Олай болса, сіздігіміз мәңгілік бола берсін. Әр уақытта сіздердің үйлеріңізде де осындай тойлар бола берсін. Және сонымен бірге, осы жерде отырған кісілердің көбісі Тәуелбайдан. Міне Тәуелбайда бірінші қазан ұстаздар күні болса, бүгін Қазақстанда ұстаздар мерекесі. Осы жерде отырған ұстаздар мерекелерің құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Әр уақытта денсаулықтың арқасында ойнап күліп жүре беріңіздер. Президент болсын, ғалым болсын, барлығы ұстаздан білім алған. Сондықтан ұстаздар және бір мерекелеріңіз құтты болсын. Енді мына той болғаннан кейін музыкалық сәлем болады ғой. Мына оң жақтағы Мамадерова бір музыкалық сәлем айтады. Мен сосын ұстаздар әнін айтып беремін. Қашқызы
Sılı bulmay mı? Ay, Есен аға 70 жасың құтты болсын. Дүниеміз тыныш болсын. Әрдайым сіз біздікпен жүре берейік. Жеңгем екеуміз осы балалардың арасында жүре беріңіз. Немерелеріңізіне. Мырза, мына 70 жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылсын, үлкендердің жолын берсін. Мына балдарың қызығын көріп, жүре бері, Ділдаш екеуің. Әрқашанда жиған тергенің тойға жайылсын. Осы отырған ағайын туыстар бәрі сенің үйіңе тойға келсін. Олардың да үйінде осындай үлкен мереке тойлар бола берсін. Әрқашанда балдарың бақытты бола берсін. Қайным 70 жасың құтты болсын, денің сау болсын. Ділдаш екеуіңіз балдарың алдында немере сүйіп, шөбере сүйіп жүре беріңдер. Дендерің сау болсын. Өмірлік жақсы ниет, жақсы тойларда кездесіп жүре бер. Туыс ағайын қайын жұрттарыңменен. 70 жастан 70 жасқа жете бер. Құрметті қонақтар, міне жиналып отқан себебім қайным 70 жас тойы. Өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Келін екеуің ойнап күліп немерелеріңді ертіп, шөберелеріңді шертіп жүре беріңдер. Мына балам екеуміздің үйіміздің атынан, семинамыздың атынан азған сыйлығымыз бар, тапсыруға рұқсат етіңіздер. Ассалаумағалейкум, қалайық. Міне көке, мерейтойыңыз құтты болсын. Мына кісілердің айтқан сөзіне қосыламыз. Балдарыңыздың алдында ойнап күліп жүре берін. Жеңгем екеуміз. Бүгін желіп отқан себебіміз Есен ағаның 70 жас мерейтойы. Есен аға 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жеңгемен бірге осы немерелерді ертіп, шөберелерді шертіп, ойнап күліп жүре беріңіз аға. Деніңіз сау болсын әрқашан. Арқашан үйлеріңізде жақсы ниет тойлар болсын. Ал кеш жарық, той сер қауым. Міне бүгін біз бір қуанышты сәттің куәсі болып отырмыз. Ол бүгін мынау Есен атамызбен Ділдаш әжеміздің шаңырағында үлкен той. Ата 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Осы балалардың қызығын көріп, немере шөбереңіз сүйіп, қызықтап жүре беріңіз. Сізге ұзақ ғұмыр тілеймін. Барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын. Ахмет, Рита, Бакон, Бибі, Марина, бүгінгі тойларың құтты болсын. Той тойға аласың. Ассалаумағалейкум, құрметті, қадірлі тойшы қауым, ағайын туыс, жекжат, бауырлар. Есен ата, туғаныңыз құтты болсын, 70 жасыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Әжемен бірге өмірді қызығын көріп, әрдайым ол қызыңыздың немерелеріңізге батаңызды беріп, ортамызда жүре беріңіз. Ешқашан ауырмаңыз, жолыңыз ашық болсын. Балдарыңыздың бәрі жоғардан көрініп, жақсы азамат болып келе жатыр, оған куәміз. Сіздің еңбегіңізді білеміз, талай адамға жақсылық қылғансыз, талай дәрігерлік жағынан көп жақсылық айтсақ шексіз. Рахмет. Кішкене қарындасыңыз келе алмай қалды. Кішкене сыйлығымыз бар, соны тауып рұқсатыңыз. Той құтты болсын. Балдарыңыздың жолы ашық, жастар бақытты болсын. Немерелеріңіздің жақсы тойға келейік бол. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Есен аға, 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осы балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, жеңгем екеуіңіз қосылып жүре беріңіздер. Әрқашан сіздің үйіңе той деп келейік, тойға келейік, жақсы ниеттерге келейік. Кеш жарық, құрметті қонақтар, Есен аға, Ділдаш жеңше, бүгінгі той құтты болсын. Есен аға 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ болып, осы жеңше екеуіңіз жүр жасаңыздар. Осы балалардың, немерелердің қызығын көріп, шөбере шөпшек көруді Аллам нәсіп етсін. Тек сізбен біз жақсылық қуаныштарыңыздың куәсі болып жүре берейік. Денсаулық тілеймін. Главное, осы той барлықтарыңызға жұғысты болсын.
Ассалаумағалейкум, кеш жарық, құрметті қонақтар. Мен бүгін Есен аға 70 жасыңыз, мереке жасыңыз құтты болсын, өміріңіз ұзақ болсын, деніңіз сау, әрдайым осындай осы семьяда осындай тойлар, жақсы күндер бола берсін. Бақытты болыңыздар. Кеш жарық мінекей бүгінгі мерейтойға жиналған қауым, Есен аға, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Ділдаш жеңше екеуіңіз балаларыңыздың қызығына бөленіп, 100 жасаңыздар, отбасыларыңыз берекелі, мерекелі болсын. Мінекей бүгінгі келіп атқан, сізді қаумалап жан-жақтан келіп атқан қонақтардың қадамдарына гүл бітсін. Барлықтарыңыздың балаларыңыз аман болып, сіздерді қуантып, осындай мерейтойларда, жақсы күндерде жүздесуді Алла нәсіп етсін. Аман болыңыздар, дүниеміз тыныш болсын. Бақытты болыңыздар. Сәлем айтыңыздар ауылдарыңызға. Қуаныштымыз, құтты болсын. Бір шумақ айт дейді. Не туралы айтсам екен? Ай, бір шумақпен аяқтасай дейді. Өмірзақ Қожамұратов ағамыз айтқан ғой. Өмірге артар өкпем жоқ, ешкімге есем кеткен жоқ. Жеткізбей жүрсе біреулер маған жеткен жоқ деген екен. Осы күндеріңізге риза болып, осындай тойларда қауышуды Алла нәсіп етсін. Маралым менің маралым. Аумин. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Біздің атамның жолы жақсы күні жасы бұйырсын дейміз сіздерге. Ал атамды құттықтап, арнайы сыйлықтарыңызды табыстауға рұқсат. Ағайындардың ақ тілегіне алып отырыңыздар дейміз. Естелікке, суретке түсіп алыңыздар. Бүрігім бұрып тұрат, көзін көрсе көңілім жылып тұрат. Ей ағайын, сана болса сыйласайық, ала болса арамыз суытынат. Байлықпенен дүние қонық тұрат, байқамасаң одан көп бөлік шығар. Қу тірлікке құмартып қол боп кетсең, бірге туған бауырды ұмыттырат. Бараны суытпаңдар, туысқан кетті. Ағайындардың құрметіне жібер маэстро. Бір билейік, тойдың сәнін мәнін кетір. Ой, туысқандар. Бауыр десе бүрігім бұрып тұрат, көзін көрсе көңілім жылып тұрат. Ей ағайын, сана болса сыйласайық, ала болса арамыз суытынат. Байлықпенен дүние қонық тұрат, байқамасаң одан көп бөлік шығар. Қу тірлікке құмартып қол боп кетсең, бірге туған бауырды ұмыттырат. Туысқандар, алыс кетіп араны суытпаңдар. Жақын жүріп жақынды ұмытпаңдар. Туысқандар, жылтыраған жалғанға қызықпаңдар. Жаурағанда жанымды жылытқандар. Қуаныш пен қайғының арасында, бірге туған туыстың бәрі сонда. Жақсы жаман болса да бәрі туыс, жанға жақын тек оның бағасында. Бұл сыйластық әке мен анасында, бөтендік жоқ әйтпесе баласында. Осы ағайын өкпелетіп алатында, осы ағайын қуанта салатында. Туысқандар, алыс кетіп араны суытпаңдар.
тік ұстаңдар. Ой, қандай тамаша. Жарықтық. Ішке бірден кірмегенсің, биді не топ олама өз бір түлеген, а? Бір етшеп сорпа ішіп алмағансың. Ал төрледіңіздер ағайындар. Мына біздің Есен атамыздың отбасының атынан арнайы сіздердің құрметтеріңізге қазақтың ұлттық асы ет дайын болды деген хабар келіп жатыр. Көке жана бір ән салып берем деп едіңіз. Әжем ба? Екеуміз ба? Ей жам, ет жеп алайық бір көке. Ет жеп алайық, күшті қыл. Ой, бір еттен кейін той қызайын деп тұр ғой өзі. Ал сіздердің құрметтеріңізге қазақтың ұлттық асы ет. Шірген. Жегендер манда, жемегендер манда. Жесең тісіңе кіреді, жемесең түсіңе кіретін қазақтың ұлттық асы ет. Шобылет Данеля. Ғасырлық мұң жүрегімде жиналған жауын болып
Астарыңыз әмді болсын, асықпай астан алып отырыңыздар. Арнайы сіздердің құрметтеріңізге Иса ұлдарыңыздың жан дауыста естеннен орындап беруге рұқсат етіңіздер. Астарыңыз әмді болсын. Жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен, жаның қандай жайдар еді. Камалым-ай, күндей ашық жанарыңа, қолым жетпей сөзімді өтпей, жаудаңдаған жанарыңа қарадым-ай. Ойың мұзық, сөзің тәтті, қандай ана сені таптым, көңілімнің шарасына сыймайдасып сезім жатты. Камалым-ай, күндей ашық жанарыңа, қолым жетпей сөзімді өтпей, жаудаңдаған жанарыңа қарадым-ай. Өзіңмен арыстық, ойында таныстық, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз едің бұл күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым сыр бойын шарылады. Сен іздеп арманым сыр бойын шарылады. Алдымда бір бақыт, тұрғандай діл қатып, толқынға қарап ойланып, әндеттім жай ғана. Жаз едің бұл күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым сыр бойын шарылады. Сен іздеп арманым сыр бойын жарылады. Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің талмайды. Сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Ашықсыз өміріме егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің тағы жыларсың, жыларсың тағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасы, жаным-ау кімнен сорарсың. Жаным-ау кімнен сорарсың.
асылым менің, ғашығым менің, ұяным менің, ұялым менің, аяулы арманым. Жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба, сүйгім дедің, періштедің, әгедің. Аңсадым ғой қайда жүрсің, әдем-ау, әдем-ау. Жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба, сүйгім дедің, періштедің, әгедің. Аңсадым ғой қайда жүрсің, әдем-ау, 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 әдем-ау. Жан базар барып жетеш қалдай, ешкімде байқамастым тегеш қалдай. Үш түрлі салат, үш түрлі нарезка, фрукты, алма, жүзім, одан қалды үш түрлі сок, арағы бар, үші одан қалды, үш бармақ бер. Апа, әлі настроение жоқ па? Бір қол соғайшы, шабала құрғанға ешкім ақша сұрамай жүрді, елін қолдап жүрмей, атамыздың құрметіне бір қол соғайшы қайтайық. Ал енді рұқсат болса, арнайы сіздердің құрметтеріңізге Есен атамыздың қандай кісі екенін бір сөзбен айтайықшы, қол көтеріп. Сіздердің құрметтеріңізге дайындалған сыйлықтар бар, сол сыйлықтарды үлестіріп берсем деген ниеттем. Қол көтереміз, мен жақындаймын, сіздер айтасыздар. Есен атамыз қандай кісі? Қол көтерейікші. Есен Аққалатты Абзалжан, әрі акушерка, әрі гинеколог, әрі хирург. Себебі Пірекеде 30 жылда істегенде профессор бұл. Және сонымен бірге Қашардың профессоры. Біздің шалдар шамалы ыңқылдаса, қолындағында несі бар баяғы, Союздың кезіндегі де домалақ. Сонымен апарып шалдар шайыншады. Дәрігер, аңқылдақ, сыпайы, үлкенге құрмет, кішіге ізет қылатын жан. Інім әрі қайным. Жаным көке. Бір сөзбен айтқанда, атам Аққалатты Абзал жан. Күшті. Аққалатты Абзал жан. Акушер бәрін тұқтады атам. Тағы да. Болды ма? Аха. Кәз көке. Өте бауырмал. Өте бауырмал. Өте еңбекқор. Өте еңбекқор. Мына жақта көкем қол көтерді ау. Мен о кісіменен жақсы таныспын. Бір ауылда өскемін, туып өскемін. Есен деген ағамыз бұл кісі Аққалатты Абзалжанды айтып қойды. Еңбекқор, неше жыл медик несімен айналысқан адам бұл кісі. Және бауырмал, үлкенге ізет, кішіге құрмет. Ылғи бір сөзбен айтқан кезде бұл кісі кішіпейіл, жақсы жан. Кішіпейіл, жақсы жан. Күшті. Тағы да апам қол көтерді. Есен ағам өте сабырлы, бауырмал, ақ жүрек. Сабырлы, бауырмал, ақ жүрек. Есен ата қарап отырсыз ба? Қазір біреуіне подарка береміз екеуміз. Есен ағаңа айтайын деп отырған себебім, бұл кісінің бір принципі бар, қай жерге шақырсаң да өз уақытында барады.
немецкий принцип дейді ғой. Бір жерге бірдеңені обещать етті ма, орындайды. Одан кейін Есен ағаң жаңа емші деді. Мен мысалы техниканы емін білсем, ол кісі адамдардың емін біледі. Құдамызға рахмет дейміз, халқына қызмет етсін дейміз. Жаңағы шарықтың 7 жұлдызының бірі Абу Али ибн Сина айтқан екен. Жизнь не та дейді, то, что ты прожил, жизнь та, то, что ты проделал дейді. Қазақшасы қандай болатынын білмеймін, бірақ орысшасын жақсы айтып тұрған сияқтымын. Не болды? Жизнь бірдеңе деді ғой. Көке? Профессионалный дедіңіз ба? Жан, немецкий не дедіңіз? Қай сөзіңізді алайық? С немецкий расчетом ходит. Мама көкем орысшаны өлтіреді. Тағы да? Болды ма? О? Мінекей, барлығы өз ойларын айтып жатыр. Бұл кісі кім дейтін болсаңыздар, мен өзім Ахметтің бажасымын туған. Бажалардың ішіндегі үлкенімін. Енді қазақта бір сөз бар ғой. 4 аяқтыдан бота, 2 аяқтыдан бажа дейді. Сол бажалардың ішіндегі ең ортамыздағы әділетті да осы Асқар Тау да Есен ағамның қасиетінде қазақтың сөзі бар өзі. Өмір ұзындығымен емес, маңыздылығымен маңызды деп. Ол кісінің өмірі маңызды да, халқына қалаулы, еліне елеулі. Осындай балдарды, мінекей келіндер тәрбиелеп отырған ардақты Асқар Таудай ұстаз, ардақты Асқар Таудай әке десек те халқының ардақты атасы десек те жарасады әрдайым. Өміріңіз ұзақ болсын, Есен аға, тойларыңыз құтты болсын. Көке не қылдыз, тым жақсы әдемі бастап еді, өзін тілек қыл жердіз ба? Асқар Тау ұстаз, ардақты ұстаз, ата. Мен айтар едім, жалпы адам жанының арашасы өте мейірімді, жүрегі кең, ақ қалатты Абзал жан деп айтар едім. Ақ қалатты Абзал жанды алып қойды уже. Мейірімді жан. Мейірімді жан. Аузын ашса жүрек көрінетін. Есен құда, супер құда. О, міне бір сөзбен Есен құда, супер құда. Ата қай бар ма, апа? Есен аға өте сауатты адам. Есен аға енді Қашарда танцор екен. Танцыдан бірінші орын алады екен. Есен атамыз танцор диско. Апа? Апа неге ұялып атсың, апа? Ата қай сөз ұнады сізге? Ақ қалатты Абзал жан, супер құда, акушер, неше түрлі сөздер кетті енді ата. Қай сөз таңдайсыз? Ешкім ренжімейді, бір сөз таңдасаңыз, мен сол кісіге сыйлық берсем. Құрметті ұзақ жақыннан келген ағайындар, барлығың жақсы тілеп жатсыздар, сіздерге үлкен рахмет. Маған барлықтарыңыз сөздеріңіз ұнайды, дендеріңіз сау, аман болыңыздар. Енді бәрі айтқанын жарасады, енді бөліп жармай ақ қояйын енді. Ата, ешкім ренжімейді, біреуін таңдап беріңізші, мен подарка берейін сол кісіге. Маған білмеймін, акушер деген сөз ұнады. Кіндік балалар көп, сан есебі жоқ. Енді мынау бірінші ауызбіршілік, адамгершілік. Осы халыққа, ағайын туыстарға, жақын жұрттарға жәрдем көрсету қолдан келгенше. Енді супер десе супер болады. О, супер! Супер құданы кім айтты? Келіңіз, көке билеп шығайық ортаға. Көке билеп шықшы. Ана жақтан билеп шықшы, ана жерден. Күшті қолап. Жібер маэстро. Атыңыз? Сәндібек. Сәке, әулеттен қыз алдыз, қыз бердіз? Қыз бердік. Мынаны сай тұрыңыз. Қыз берді. Мынау сізге. Сәке,
Қыз алған адамдарға 2 подаркіден беріп жатыр, сәке десе. Шамала қошемет соқ қой құдаға. Енді қайтемде ойладыңыз Ал енді рұқсат болса, анамызға жақсы сөздер айтсақ. Бір сөз. Тілләш анамыз қандай кісі? Жаңағыдай мысалға супер деген сияқты бір сөз, күшті бір. Қайнапам болады, апа. Ақ халатты Абзалжан. Ақ халатты Абзалжан? Атам мен әжем бір жерде істеген ба? Ақ халатты Абзалжан. Неге қорқып айтып отырсың? Тағы да кім? Менің құдағайым алтын құдағайым. Мейірімді, ақ жарқын құдағайым. Алтын құдағай, мейірімді. Менің ең мейірімді кіндік анам. Менің ең мейірімді кіндік анам. Ең адал, ақылды, әдемі, көңілі таза, жүрегі кең адам. Адал, ақылды, көңілді. Тағы да. Құдашам қарапайым. Құдаша қарапайым. Медбике. Күшті. Болды ма? Басқа ештеңе айтпаймыз ба анамызға? Қайнапам бауырмал. Қайнапам бауырмал. Жаным күшті. Құлағым тыныш болсын деп ұра салдың ау деймін, а? Тағы да. Мама, қай сөз ұнады? Мама, қай сөз ұнады сізге? Бір сөз айтсаңыз. Бауырмал. Бауырмал. Жан, келіңіз, бауырмал. Сен ауылдың бір қызы, гүлдей қырмызы, сәуле шашқан жүректің. Әттен келін болып тұрмын дейсің ғой. Болмаса бейдің түбін түсірейін деп тұрсыз. Атыңыз? Жұлдыз. Жұлдыз, күшті қандай. Жұлдыз ханымға бір қолды соғып қой. Ол менің ақ періштем, келбетің сақ келіскен. Фотограф, сен жалпы жұмыс істейсің ба бүгін? Адамдар күтіп тұр ғой сені. Түсір. Күшті қылып түсір. Астан алып отырыңыздар, астарыңыз әмді болсын, рұқсат болса, жақсы бір тілектің кезеңі біздің Есен атамыздың қайын жұртын шақырайын ортаға. Және де біздің Тілләш анамыздың бауырлары, алтындай анасы. Келіңіздер, Есен әкеміздің қайын жұрты, қайын енесі бастаған. Не болып кетті? Фотоға түсетін уақыт болып кетті ма? Қайын жұрты. Сіздер ма? Түсіп алыңыздар. Ал, билеп шығайық. Бақытымнан балап тұрып, қалай кетем қалап тұрып, көздеріңе қарап тұрып, неге қош дедің, неге қош дедің. Барлығынан биік тұрып, жанарыма күліп тұрып, мені шексіз сүйіп тұрып, неге қош дедің.
қандай тамаша. Уже ет жеп сорпа ішкеннен кейін бір қызу басталды, а? Ішке бір жылу алғаннан кейін. Келіңіздер, көке. Тілек. Бажалар қосылады. Көкемнің бажалары ма, атамның? Келіңіздер, бажалары. Жандар, бажалардың құрметіне бір ән қош. Есен атамның бажаларының құрметіне. Жіберсей. Ал енді, рұқсат болса жол көрсетсеңіздер, микрофон тізгінін кімге ұсынайын? Анамыздан ба? Есен атамыздың енесінен бастайық. Ана кісіге бере берейін ба? Құрметті тойға қатысушы ағайын туыстары, құдандалар, бауырлар, міне бүгінгі салтанатты кешіміздің себепшісі мына Есен ініміздің әрі күйеуі бола, бүгін 70 жас екен, 70 жасың құтты болсын, денсаулық берсін Алла, балдарыңның қызығын көр, рахатын көр, дүнияның тыныштығын берсін Алла, әрқашан амандықтың ортамызда ойлап күліп жүре беріңіздер. Ділдашжан, құтты болсын бәріңе де. Сенде болса яғы балдардың қызығын көріп, бірге қартайыңдар, қосақтарыңа қосағарыңдар, тойларыңа құтты болсын, бақытты дәулетті болыңдар, балдарың өмірлі болсын. Құрметті міне кешке жиналған қауым, бүгін біздің күйеу баламыз Есеннің 70 жасына жиналып отырмыз. Мінекей 70 жасы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Мінекей қызымның бас қосып тұрмыс болғанына 47 жыл болған екен, күндегідей, кешегідей болып жатыр еді. Мінекей бұларда 70 жасты тойлап, келесі жылы қызымда 70 жасқа келеді, нәсіп болса. Құдай қаласа дендері сау болсын. Балдары бақытты болсын. Есен өмірлі бол. Балдарыңның қызығын көр, маған құсап 90-ға жақындатып, немерелерді, шөберелерді шертіп, немерелерді ертіп, бақытты болыңдар. Балдарыңның өмірі ұзақ болсын, дендері сау болсын. Осы келген қауым, ағайын, жақын, жуық, жегжаттарға осы тойлар жұғысты болып 90-ға келе беріңдер. 90-нан ас 100-ге жет, жорғалап жүре беріңдер. Тойлар тойға ұласа берсін. Есен, құтты болсын тойларың, жаным. Тағы бір 70 жасты тілесек болады, Алла біледі. Әнекей, бір сол. Мінекей, Ділдаш, құтты болсын. Немерелеріңнің қызығын көріңдер, бала шағаларыңның өмірі ұзақ болсын. Осы тойлар тойға ұласа берсін. Алла өмірін ұзақ қылып, осы әрқашан тойда кездесейік. Кеш жарық тойға жиналған қауым, бүгін Есен күйеу баламның үйінде үлкен той қуаныш. Бұл тойдың себепшісі Есеннің 70 жасы. Есен 70 жасың құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Ділдашпенен біргелікте өсіріп отқан ұл қыздарыңның, немерелерінің қызығына тоймай жүре бер. Барлық уақыт үйіңде жақсы ниеттер болсын. Сол айтылған жоғарыдағы жақсы тілектер періштенің құлағына шалынып, періштер әумин десін. Тойың той қаласын. Ассаламалейкум, құрметті қауым. Мына бүгін көптен бері кездеспеген ағайын туыс, жекжат, құда, анда барларымыз кездесіп, шүйіркелесіп, сөйлесіп, бір әңгімелесіп, қауымдастық құрып отырмыз. Оның себепшісі менің бажам мына Есеннің 70 жылдығы. Қош бажа 70 жыл құтты болсын. Денің сау болсын. Мына ұл өсіріп атсын, қыз өсіріп атсын, немерелерді өсіріп атсын, солардың қызығын көр деп тілеймін. Так, енді бұл кісі турасында егер сөз айтатын болсақ, бірнеше сағаттап айтуымыз мүмкін тамада.
жаңа шет жағасын егер кітап жазатын болсақ бірінші том болуы мүмкін. Қысқасын айтқанда жаңа қандай екенін адамдар бағасын берді, иә. Ол әлі естпеген де жақсы сөздер көп. Мен тілейтін тілегім тап осындай жақсы сөзді бұның әулеттері, бұның өмірінің жалғастырушыларына, балдарына да жұқсын деп тілеймін. Дені сау болсын, солардан қызығын көрсін. Барлық ағайын жұрт осы жиналған кісілер осындай тек қана тойда жақсы күнде кездесейік деп тілеймін. Енді сөзді жалғастыру үшін Жұмағалиға береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, ағайын жекжат, құда анда, ауылдастар. Міне бүгін біздің Есен ағамыздың үйінде үлкен той. Есен аға, бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын. Сізге денсаулық, отбасыңызға аманшылық, сізден өрбіген ұрпақтар үбірлі шүбірлі болып, жусандай түбірлі болып, ұрпақтарымен 1000 жыл жасасын. Сонымен біргелікте осы дастархан айналасында жиналған барлық азаматтарға осы той жұғысты болсын. Барлық уақыт үйлеріңізде тойлары болсын, сол тойдың куәсі бола берейік. Тойлар тағы бір рет құтты болсын. Есен ағам туралы жаңа барлығы мақтап жатыр. Мен де бір мақтап кетейін. Мен Прекеге қайын жұртқа қыдырып барған кезде, машинаменен құмға кіре берген кезде 3 километр қалған кезде батып қалатын едім да постоянно. Содан Есен ағаңа хабар береміз. Есен ағаң трактор ма, 157 ба мініп келеді де мені құмнан сүйреп шығады ғой. Сол сияқты өмірде де бізді сүйреп келген. Рахмет. Кеш жарық құрметті қонақтар. Біріншіден тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын Есен ағам. Ажеке 70 жасыңыз. Еніңізге саулық, отбасыңызға амандық. Әрқашан Ділләш апаңмен бірге мына өсіріп отқан балдарыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелердің де қызығын көру біргелікте нәсіп етсін. Біз сізді құрмет қыламыз, біз сізді жақсы көреміз. Жақсыңыз? Құтты болсын, дені сау болсын, не дейміз. Тойдан тойға оласа беріз, немері шөберелер болсын, барлығы бақыт тілеймін. Не деймін аса, өзім көп сөйлей аламайым. Болды. Құтты болсын. Әдейі арқасында тұрып тұрсын. Кеш жарқына тойға жиылған қауым. Бүгін мына Есен атамыздың 70 жасы. Құтты болсын туған күніңіз. Деніңіз сау болсын, немере шөбере шөпшек ертіп жүре беріңіз апамен бірге. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Сыйлықтарыңыз табыстауға рұқсат. Естелікке суретке түсіп алыңыздар. Ой, содан кейін бір тойдың сәнін, мәнін келтіріп, бір настроениен көтеріп тұрып, көк жүгіліге билейік, Ахмет ағамыз қайда? Бақытжан аға келіңіздер. Есен атамның иығында шапан көбейіп кетті. Естелікке суретке түсейік, келіңіздер. Жібер маэстро. Той құтты болсын. Келіңіздер. Жай отпай билейік, Жігіт қыздар жиналып алып, күнде думан ойынмен сауық, вечерлерге барған кездер, көк жүгілі мініп алып, жауын
сөйледіңіздер. Рұқсат болса, мына үлкен астың батасын сұрамастан, бұрын мен жақсы бір ата мен әжемді шақырайын. Ет жеп, сорпа ішіп болған шығар. Ішке бір жылу барып, тамаша бір мана ағайындардың тілегімен тамаша әніміз бар деп жатыр еді. Келіңіздер, Ақсақал, апа. Біздің ауылда тұратын қыз теңейтін емсіз лағылға, сағынғанда құшақтасам мауқымды басып, отырғызып сіз секілді қызды жанымда. Сізді болама сөйлесейін. Енді ата айыпқа бермейсіз, микрофон біреу болып тұрады. Күшті болады. Анамыз бірінші бастасын. Сіз телефоннан айтасыз ба? Сөйтейік онда. Жүріңіз, беріп қойыңыз музыканы, атам ұстаздарды айта берсін пока. Аманжол Шамкенттің сөзіне жазылған ұстазым әнін тыңдаңыздар. Тұлғаңды арманыма қыстатқанмын, үніңді құлағыма қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыш жазым, қалдырған өзің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Ертеңді сен ашпасаң не етер едім, өмірден сыбағасыз кетер едім. Ғажайып дүниенің сырын жайып, қиялап қызықтырып жетеледім. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыш жазым, қалдырған өзің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Өзіңнен өмір қазық ала бердің, ұзатып мен алыста қала кердің. Бойында отын кетті, жалын атқан, келеді жана берегім, жана берегім. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыш жазым, қалдырған өзің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыш жазым, қалдырған өзің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Жан көке қартаймаңыздар. Қандай тамаша. Ақсылу анамызды шақырайын. Атамның кемпірі. Көшеде өмір керуен, кешеді көңіл серуен, еседі қоңыр самал жел, жүзгені бұлттай бер, күздегі жұрттай бер. Өтеді сайран дәуренің, кетеді бойдан дәрменің, жетеді жылжып байқалмай, қарттығың болар деп, тәттігін қалар деп.
шалға адам төзеді, көтерін үзбей күйбеңнен, келгенше бір күні кезегі шалған дүние. Менің сәулем ал, менің сәулем. Ақсұлу анамызға бір қол соғып қояйық. Жандар, қартаймаңыз. Ата, кемпірің артынан қалма бар. Жаным ата. Күшті. Енді рұқсат болса, мен ортаға Есен атамыздың қателеспесем тұңғыш немересі Маратты шақырайын. Бір қол соғып қойсаңыздар. Құлақ түрдің бе, неге сен күлімдеп қарап, жымайдың үнсіз, жылап тұрдың. Бейтаныс бойжеткен аруым, неліктен қарадың. Бейтаныс бойжеткен аруым. Қазақтың қара домбырасы мен күй, алды жібер. Рахмет. Бәрі жақсы ма, Марат? Жындан тұттың ғой домбырын. Марат, алдарыңызға бір қол соғып қояйық. Алланың нұры жаусын дейміз, жан. Ал енді рұқсат болса, сіздердің құрметтеріңізге қаламыздың мымыралған бейші қызарыңыз шоу болет Данелия қызарыңыздың тамаша бейін тамашалап отырыңыздар. Астан, тұздан алып отырыңыздар. Жан, мына жақ көңілді отыр өзі.
прям күшті. Сорпа бардау деймін мына жаққа. Білмеймін, қалған кісілерге сорпа бермей қойды ма официант? Сорпадан ішіп отырыңыздар. Ал, Данеля. Шоу-балет Данеля. Өзбекше ғой, а? Жібер. Қиқулап отырыңыздар. Шоу-балет Данеля. Рахмет. Жоқ, мен түсінбеймін да. Осы неге бейшілер билеп атқанда свет өшіріп тастайсыңдар? Тамаша бір қарындастарымыздың түрін көріп бір. Ал енді рұқсат болса мына еттің батасын алмастан бұрын жақсы кісілерге бір тілектің кезеңін бұрайын. Содан кейін үлкен астың батасын сұрап ортаға бір жарты сағаттық үзіліске тұрамыз. Есен атамыздың нағашыларын шақырайын, және де осы әулеттегі барша жиен бөрелерді шақырайын. Ал келіңіздер, билеп. Ажалықты аналардың бауырысын нағашы, жиендерді сүйенетін тауы сенсең нағашы. Сендер барда жүректерге бұл түндейді нағашы, сендер келіп жиендердің қуануын қарашы. Жан жүректен бақыт тілеп ақ тілекті арнадым, жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадым, жиендердің қуанышын жақсы биге жалғадым. Жиендерді қолдаудан еш нағашылар талмады, таусылмайтын сарқылмайтын мейірімімді арнадым, таусылмайтын сарқылмайтын мейірімдісің нағашы. Ал қош келдіңіздер дейміз. Ата өзіңізден бастаймыз ба? Тілекті өзіңізден. Құрметті қонақтар, міне бүгін Есен жиеніміздің 70 жасына толған тойына келіп отырмыз.
есен женімізге ұзақ өмір, денсаулық, ауызбіршілік, жасына жас қосыла берсін, тойына той қосыла берсін, ойнап күліп жүрсін, балалардың алдында бақытлы болыңдар. Тапқан әрің жақсы күндерге бұйырсын. Ассалаумағалейкум, ұзақ жақыннан келген қонақтар. Міне бүгін Есен ағамыздың 70 жасқа толу мерейтойын өткеріп жатырмыз. Осы әулетке Есен аға тойыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін. Балдарыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелерінің қызығын көріп, апа екеуіңіз жүре беріңіздерді. Әрқашан сіздің шаңыраққа осы отырған жақын жоқтардың барлығы тойға келейік та, тойларыңыз тойғыласа берсін. Ассаламалейкум, ұзақ жақыннан келген меймандар ve меймандар. Мынау қайнымды 70 жас тойлар екен. 70-ге кетті ма? 80-нен секіріп, 90-нан тоқтасып, 100-нан жүздесіп жүрсін. 100 жылдық тойға hem келіп қатынасып тұрайық. Сау саламат болсын, балаларын үзірін көсін. Балалар бақытлы, үбірлі, шүбірлі, бақытлы, дәулетті болсын. Не дейміз, ділдәш менен қосса қарысын. Құтты болсын. Öyle mi? Mine Assalamualaikum alыс жақыннан келген қауым. Міне бүгін мына Есен бөлеміздің үйінде үлкен той. Бұл той дастархан жайып, үлкендердің пәтесін алып жатыр, тойы тойғыласын. Есен аға 70 жасың құтты болсын, өмірің ұзақ, денің сау болып, Ділдаш жеңгем екеуің осы ұл қыздарыңды қызығын көріп, немере ертіп, шөбере шертіп, шөпшекке дейін бара беріңіз. 70 жастан Алланың жасын қосқан, жасын жасап 100-ге жетіңіз. Соған тілектеспіз. Әрқашан аман бол. Аяғына құрметті тойшы ханым, бүгін нағашым, Есен ағашымның бүгін 70 жас екен. Жасыңызға жас қосылай берсін, өміріңіз ұзақ болсын. Балдардың, қыздардың, немелердің қызын жеңгеммен бір жаста қартайыңыздар. Тойыңыз тойға аласың. Алдында сыйлығымыз бар, тапсырып өтіп ұрсатыңыздар. Азғанда сыйлығымыз бар, тапсырамыз. Ассалаумалейкум. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, жандарым. Сыйлықтарыңыз табыстаңыздар. Есен атамыздың сол жақ төс қалтасы толдау деймін да, оң жаққа салып бастады ғой енді. Естелікке суретке түсіп алыңыздар. Жанымды жылатам, көңілің біз донат
атам шаршап қалмасын. Әлі 3 сағат бар тойдың бітуіне. Атам шаршап қалмасын. Жан. Қай жақтан келген? Жан, көке келіңіз. Ассалаумағалейкум. Қай жерден келдіңіз, көке? Өзбекстаннан келдіңіз ба? Жан, жаңа кафеге кірген кезде бір иіс шығады да. Ненің иісі десем, Өзбекстанның иісі шығып жатыр ғой жарықтық. Бір қол соқ қоймаймыз ба? Қош келдің, көке. Көке. Salom xalqim salom O'zbekistonim O'zbek, turkman, qozoq, qora qalpog'im Shu vatanni bizga meros qoldirgan Salom mening Болды, қалған кейін көрсеміз, екінші жолдан кейін, Ал, рұқсат болса, үлкен астың батасын сұрап, ортаға бір жалпы биге тұрсақ деген ниеттеміз. Есен ата жаңа кім дедіңіз? Астың батасын. Есен атамыздың туған інісі халық бауыры. Халық көке. Ізбасар. Бата артық етпейді. Көке, отыра беріңіз. Осы. Ізбасар әкеміз қайда? Халық қайда? Ізбасар кім? Халық кім? Жоқ, ізбасар мен халықтан сұра деп жатыр. Ізбасарым деп жатыр ма? Мен қайдан білейін ізбасар мен халық па деп жатсам. Жан. Бажаңыз, келіңіз. Күшті болады. Ештеңе қылмайды. Көке, келіңіз. Ал, ел қаумен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әрдайым оң болсын, оң жолға бастасын. Атажұрт елің ардақтап, әруақтар қолдасын. Үйлеріңнің төріне жақсылық кіріп орнасын. Төрт құбылаң тең болып, еш жамандық болмасын. Жоғары болсын жұлдызың, бақытты болсын ұл қызың. Ұрпақтарың қажымас қайратты болсын, талмас талапты болсын, самғайтын қанатты болсын. Керегелерің кең болсын, босағаларың берік болсын, шаңырақтарың биік болсын, бата дарып бастарыңа бақ қонсын. Аумин, әуләһу акбар. Болды ма я? Я Құдай оңдасын, еш жамандық болмасын. Әрдайым үйлеріңізде той болсын. Балықтарыңыздың үйлеріңізде осындай той бола берсін. Аумин, әуләһу акбар. Жан, көке, бата не платный, зато классный болды, көке. Әне, шапан кетіп баратыр. Барам, сүйіп баратырым, сүйген сайын күйіп баратырым, өз-өзімді қиып баратырым. Алыңыз, көке, бер. Мына кісі де елмей албайын да қатыр. Беріңіз, бажа ренжімесін. Ең бастысы бажа ренжімесін. Ой, бажа деген бәрінен жақын тұратын нәрсе қол деген. Ал, келіңіздер, ортада жалпы би. Ой, бір жібер маэстро. Той құтты болсын.